Номер 42-ші есепті қарастырайық. Жалпы қала тұрғынының саны берілген және ауыл тұрғынының саны, сонымен қатар бізде барлық халық санын тап дейді. Біз есепті мәселе есеп берілгендіктен міндетті түрде шартын құрамыз. Қала саны 9647 мың. Мен мың деп жаза салдым, сіздер мың деп түгендеңіздер. Екінші, ауылдікі нақты емес, бірақ бізге айтады қаланың саны мына ауылдың санынан 1854 мыңға артық дейді. Но 1854-ке кем деген сөз ғой. Сонда мен кем деп керісінше жазамын. Кері есепке келеді. Кімнен кем? Қала тұрғынынан кем. Енді бізде жалпы ауданы сұрап отыр. Барлығы қанша деп сұрап отыр. Есепті шығармас бұрын біз бірінші ауылдікін тауып аламыз. Ол үшін есептің шешуінде жазамыз. 9647-ден 47 мыңнан азайтамыз 1854-ті. Сонда бізде не шығады? Ауыл тұрғын саны шығады. Азайтқан кезде 7793 болады. 7793 мың. Бұл бізде ауылдікі. Неге ауыл деп жазамыз? Ауыл. Енді келесі жалпын табу үшін біз қала мен ауылды қосамыз. Сонда 9647-ге қосамын. Ауылдікі 7793. Сонда жауап 17440 болады. Бұл бізде жалпы барлығы. Жауабы міндетті түрде жазамыз. Жауабы 17440 мың. Барлық халық саны. Енді екінші есепке көшеміз. 43-ші есепте айтады. 42. Енді 43-ке көшеміз. 43-те не дейді? Есепті құрастырып, есепті шығарыңдар. Сұрақ құрастырып, есеп шығар дейді. Жалпы солтүстік Қазақстан және оңтүстік Қазақстан, орталық Қазақстандар туралы жалпы ауданы және өзен, көлдер, үлкен кіші көлдер туралы айтылған. Ең бірінші біз Қазақстан аумақтарын бөліп аламыз. Солтүстік Қазақстанды қысқа түрде СКО деп, солтүстік Қазақстан облысы деген сөз бұлар. Бізде жалпы ауданы қанша дейді? 15623. 15623. Одан кейін жалпы километр болатын үлкен кіші көлі. Мынау бізде километр квадрат, яғни аумағы. Енді көлі, дәл осының көлі қанша дейді? 21580 дейді көлі. СКО көл деп жазам мұнда. Одан кейін орталық және оңтүстік Қазақстан О плюс ОКО деп. Не үшін? О деген орталық, оңтүстік Қазақстан облысы деген ОКО. Бұл жерде шаршы километрі 4658 километр квадрат. Ал көлі О плюс ОКО көлі 17554 көл бар екен. Енді есептің мәнін шығару үшін біз ең бірінші сұрақ қоюымыз керек. Не сұрақ қойғым келеді? Жалпы Қазақстанда, жалпы солтүстік, оңтүстік, орталық, жалпы қанша шаршы километр және қанша үлкен кіші көл бар? Барлығы қанша көл бар деп қойсақ болады. Сұрақ белгісі көл және барлығы сұрақ белгісі километр квадрат. Енді есептің шешімін шығару үшін ең бірінші шаршы километрлерді қосып шығамыз. Сонда 15000
623-ке қосамын 4658 километр квадратты. Сонда екеуінің қосындысы так 4658-ге 15623-ті қосам 20281 болады. 20281. Келесі, бұл бірінші, бұл бізде километр квадрат. Енді көлді табамыз. Көліміз 21580-21580-ге қосамын 17554-ті. Сонда бізде болады 39000, жаңылыспасам, 39134 көл бар екен. Жауабын жазамыз. Жер S тең 20281 километр квадрат, ал 39134 көл бар.